Аңмен жіберейік. Короче, бірінші Арыстанның бірінші карп, бірінші поклевкасы. Біреуге бірдеңе жирене отыр ма деді. Жоқ. Арыстанның бірінші поклевкасы карпқа ең өміріндегі давай. Көрсе. Короче, жаңағы келдік қой түнде. Отырсыңдар. Түнде келдіңдер ме? Камера бойынша всегда осындай уақытта шығамыз ғой. Бардық, пока жаңағы бәрі құрдық, үйттік, бүйттік. В общем, сағат 3-те лақтырам. Жаңағы кормен. Под утро. Да, 3-те. Кораблик бар ма ол кезде? Корабликпен, как положено. Сосын лақтырамыз, короче. И дала, страшно, су, жел, короче. Үшеуміз машинада отырмыз. Асыл бар, тағы сәйттегі жолдас бала. Машинада отырсыңдар, асыл артты ұйықтап жатырмын, балық үстіне. Бұл жерде ода қалды ма? Иә. В общем, танағы айтсам, сағат 3-те лақтырам, бір сөз айтқанда. 5 сағат деген сағат 9-да поклевка басталды. Поклевка бастағанда өзінде басында сигнализатор бір-екі пик-пик дейді, короче. Оны өзі волнадан, желден шығады деп ойлаймын, өйткені дала жаман желде болды ғой. Бірақ свингер жаман көтеріледі ше. Өйткені тілесқа тартқан свингер көтеріледі. Машинадан атып шығамда, кішкене тағы бір-екі пик дегеннен кейін тик айтып едім, короче. Осы жерден біз осыны айғайлап асыл шақырып аламын, короче. Асыл пацак, короче. Балық бар. Онда да пацакпен опыт жоқ асылдар. Айтыр. Балық бар, асыл балық бар деймін. Бір кезде бүйтіп уже біраз жіберіп, фрикциямен ойнап, жіберіп, бүйтіп жағынша әкелген кезде көлдің бетіне арқасы шығып, арқасын көремін да, асыл давай, короче, тыста, короче. Еще айтып қойым, давай судың ішіне кір асыл деймін, короче. Асыл кірген жоқ. Бля, ондай достарыңды алмау керек балыққа негізі. Сен достарың деген суға кіріп кету керек ана жерде ше. Пацакпен күтіп алу керек алдын-ала. Иә, сен сасқалақта не істерін білмей қалдың просто. Онда жарайды, ала бер. В общем, өйтпейді, короче, жаға әкеліп пацакқа іліп аламыз, короче. Оны ілген өзі қызық. Үстінен алдық, короче. Пацак астан емес, үстінен алған енді. Опыт, бірінші қой. Ол опытта емес, астан кірмейді, короче. Жайда бол, сол үшін суға кір дедің, е? Үстіне кигіздік та, общем, сүйреп алып шықтық. 4-те 450, бірақ өшеген жоқпыз басында. Алып шыққан кезде осындай болып көрді да, эмоция деген енді ана жерде. Ощущение қандай болды? Жүрек қағысы, былай. Сағаннан кейін, сағат 3-те лақтырдым дедің ғой, оның өзі таңғы 6-тан тұрып, жұмыстан шығып, ұйықтамаған ғой, вообще, бір сутка почти. Суткадан асады, жұмыста 6-та тұрам. Бір сутка, 3 сағат өтті ме, ұйқы қашып кеткен ғой. Анан көргеннен кейін вообще енді азды кеміз давай, короче, қуанып болды шықты.